Алла Тағала күнәсі көп адамдарға Құранда тағы да бір аятын айтады. Құл ли'ибадияллазина асрафу аля анфусихим. Ей Мұхаммед алейхиссалам, айт. Нені айту керек? Ли'ибадияллазина асрафу, күнә жасап, зұлымдық қылып қойған менің пенделеріме айт дейді. Қараңшы, біз күнә жасаймыз. Күніге күнә жасаймыз. Бірақ ойлаңшы, егер сіздің бір жақын туысыңыз болса, сіз соған қанша жақсылық жасадыңыз, қанша қызмет жасасаңыз, сол туысыңыз, пәленше ма, ол маған еш нәрсе жасаған жоқ, мен өзім болдым, өзім толдым десе, не дейсіз? Ренжисіз ғой, пәленше, астыңдағы көлігіңді мен әпердім, келіншегіңді біздің үйге түсірдің ғой, беті шардың мен жасадым деп айтар едіңіз. Халайық, сіз кішкентай ғана бір ет болып туылдыңыз. Сізге ата-ана берді, ағайын туыс берді, азды көпті перзент берді, азды көпті тиын тебен берді, біреуден артық, біреуден кем дүние берді. Берді ғой сізге. Сіз не бересіз Аллаға? Сіз ше? Сіз не бересіз? Көп адамдар айтады, Алла Құдай маған бермеді дейді. Сіз не бердіңіз оған? Алланың берген бір көзіне не шүкір айттыңыз? Алланың берген бір құлағына не шүкір айттыңыз? Алланың берген қол аяғына қандай рахмет айттыңыз? Айтыңызшы. Сіз Құдайға не бердіңіз? Алла сізге соның бәрін берді. Әлі де береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Егер бұл Алланың хадиси құддуси ғой, пайғамбарымызға айтылған, пайғамбардың тілімен айтқан. Алла табарака ва тағала айтады екен. Егер пендем маған қолын жайып сұраса, мен ол кісінің қолын бос қайтарудан ұяламын дейді. Ұяламын дейді. Ойлаңызшы, сіз қолыңызды жайып сұрасаңыз, Алла қолыңызды бос қайтарудан ұялады. Сіз ше? Алла сізге намаз оқы деді, ораза тұт деді, мешітіме кел деді. Сіз бұл ұлы заттың сөзін екетуден қалай ұялмайсыз? Неге үйіне келмейсіз Алланың? Азан айтып сізді шақырып жатыр ғой. Хайя аля сала, кел намазға. Хайя аля фалах, кел құтылуға, кел жәннатқа, кел дозақтан құтылатын жерге кел деп сізге айтылып жатыр азан. Неге келмейсіз? Ертең Алла Құдай сізге жолыққанда, пендем, сені іздедім, сені шақырдым, келмедің ғой десе не дейсіз? Мен сені 5 уақыт іздедім, өзімнің үйіме кел дедім, сұрасаң қолыңды жайсаң берем дедім, қайда болдың десе не дейсіз? Сізге біреу жамандық жасаса, соны дұшпан тұтасыз, жек көресіз, өзімнің досым, өзімнің туысым демей кетесіз кейде. Бірақ Алла Құдайдың алдында қанша күнә жасадық? Кімбіз біз? Айтыңызшы. Бір бейшара, бір топырақтың бір кішкентай қиқымы шығармыз. Құмның бір қиқымындай ғана зат шығармыз жер бетінде. Рас қой, космосқа шығып қараңызшы, адам балалары көріне ма? Жоқ қой, жоқ, көрінбейді. Кім біз? Бірақ Аллах сізбенен бізді ескереді. Біз оған күнә жасасақ та, бұлай деп айтады. Құл, ей Мұхаммед, айт. Ли'ибадияллазина асрафу аля анфусихим. Өздеріне өздері зұлымдық жасаған
Менің пенделеріме дейді. Сонда да Алла менің пендем деп тұр. Сіз күнә жасап тұрсыз. Сіз ауыр күнәлар жасап тұрсыз. Бірақ сонда да менің пендем деп тұр. Менікі деп тұр сонда да. Қараңыз. لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңыздар дейді. Айт сол пенделеріме. Ла тақнату. Үмітсіз болмасын менің мейірімімнен. Иннаху. Расында ол зат. Яғфиру зунуба жамиа. Бүкіл күнә біткеннің бәрін кешіреді дейді. Бүкіл күнәні кешіреді.